адамның жұдырығындай бұршақтар жауып, желідегі 80 құлынды қырып кеткен екен. Сол 80 құлын бір уақытта күн жадырап ашылған күннің ыстығынан құлынның сойып жетіспей қалған екен дейді. Сойып жетіспей қалған күннің ыстығынан құлынның еті шіріп кеткен екен дейді, бұзылып. Сол кезде сол құлынын іздеп құраған 80 биенің зарын Тіней руы Тіней Боқбала дейтін сол заманда Жұманның өзінің ағайыны Боқбала күйшінің 80 биенің зары деп тартқан күйімен ортаға Асылбек Дәулетияров күйшіні шақырамын. Асылбектің орындауында Тіней Боқбаланың күйі 80 бие. Құрметті әлеумет, мына жерде бір апамыз жылап келіп тұр, міне Ағдана дейтін қызын жоғалтып алыпты, 5 жастағы, бар ма екен ортаңызда? Көмектесейікші, мына көп халықтың ішінен жоғалтып алып жатыр. 5 жасар Ағдана дейтін қызды. Ағдана бар ма? Ағдана. Сахнаға кел, естіп тұрсаң. Айналайын Ағдана, маман күтіп тұр мұнда. Келесі тыңдайтын күйлеріміз Маңғыстау күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілі Руы Құнанорыс Жолды Қосайұлының күйі Қайда бұқтым, сайға бұқтым.
өздеріңізден қошемет сұраймыз. Қара жорғасында жалғастыр. Асылбек Дәулетияров. Келесі жыршы Бердібай Тойғұлиев. Көлденең жатқан Маңғыстау қар жатпайтын қойеді дейтін термесімен Закария Сағындықұлының Көлденең жатқан Маңғыстау атты термесімен Бердібай Тойғұлиев ортаңызда. Қардатпайтын ойдай сарарқаны жаржайлап, күздің күні болғанда біреуден біреу асырған, ей бәсеке жиын той еді, сауын айтып бесоннан мыңдап қырған қой еді. Ортадан ойып олжалдық, халықтың аузын қаратып, ей жиынға жүйрік жаратып, талай қосты қалқаға қаншырдай бұтын таратып, белдеуге қойдық байлатып, арқан тағып ойнатып, алмадай мойын үзілтіп, жібектей жалын түзілтіп, ей көк ала сауыр көк жона керлікке салып мақпалдан, көргеннің көңілін қызынтып, ей қызықты сондай көрген біз күйіне салып шіркінді, қаңтардық талай кіжінтіп, ей қосайла бұран шақыртып, түптен бір сүйреп жапыртып, мінбеген жылқы қалдырмай, көтермен күшін қапылтып, сөйтіп те жүрген қызықтан айырдай құдай шатылды. Бұл күндері болғандай бақытым қайтты шамадан, анығын ашпай қылмыстың түрмеге бізді қамаған. Ал қарумен баққан қарауыл, ал қарумен баққан қарауыл, қойдай түртіп санаған, көз алдында тұрсақта қатында бала зар болып, ал қатын бала зар болып, көр алмастан біздерді көлделеңдеп жанаған, көз алдында тұрсақта ай жақындап бізге келе алмай, ал жақындап бізге келе алмай, алып та келген қонағын қолымызға бере алмай, кідірмей келіп кіруге өзіне өзі сене алмай. Негізіңі асыл жаралған, біз адай деген елені, бекетте бұран шақырған, басқарған көптің құралын, ішімнен бекет бір шығып, сол еді жанған шырағым, мұда жағай бес қалай елге тілден берге жер дала, аруағы қойдай көңіренген, Маңғыстаудың қар ойы сол еді мекен тұрағым, киікті менен құландай жапырып өскен ел еді, саураннан бері айналып кідірген екен біздің ел, көктеміз қолыс құлағым, ту тігіп жатқан ұраным, бұрынғы өткен қарттардан мінәжат етіп сұрадым, исламның шақтын сөндірген қайран тағалып отырмын, бұл өсіне құданың, астым тақтай үстім тас, көлденең жатып жылдым, бір алла деп қыладым,
жыламай қайтып жылайын мешіттер қалып барабай тастай қашып бұлдар кітабы мен құранын ей жүргенде бір жерім қой сұрасаң бұғалы көлай қоңырқай төңірегі қой малғажай бұл ұстада жүргенде қайырлы да болып ай байларым шаруаларым қой болды жай топырақта шашты қой нар шөккен қонысым еді ғой күлкіген ежелден бекен ай жер екен ата бабам ай белгіген ақ шүйттігіп атып салтанатын ай бүркіткен бұрында соңғы ғой байқасам жоқ екен де бәйгім ай құр кеткен жауыздардың ай өсегін бұл күнді бізді ай меңдеткен Hay bereket. Бәрекелді. Хан қақпа, халық қазына, батыр қорған, ән сәнім күйін көркін, ақын зорған, шешен шеңбір шежірең бейтаразы, ту тіккен туған жерің алтын ордам демекші. Біздің көркіміз болған тағы да күйші інімізді ортаға шақырамын. Кенжебек